Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жылу оқшаулағыш материалдар. Ғимараттардың энергия тиімділігі мен тұрғындардың жайлылығы ең алдымен жылу оқшаулағыш материалдардың сапасына байланысты. Энергия үнемдеу қазіргі таңда аса маңызды мәселе болып отыр. Жылу оқшаулағыш материалдар дұрыс таңдалса, ғимараттың пайдалану шығыны азайып, тұрғындардың комфорт деңгейі артады. Бұл дәрісте біз жылу оқшаулағыш материалдардың маңызын, олардың минералды, талшықты, органикалық және жеңіл минералды түрлерін қарастырамыз. Сонымен қатар, заманауи инновациялық материалдарға, вакуумдық панельдер мен аэрогельдерге тоқталамыз. Материалдардың физикалық және механикалық қасиеттерін, артықшылықтары мен кемшіліктерін талдап, қолдану саласын анықтайтын боламыз. Ендеше бүгінгі дәрісімізде біз жылу оқшаулағыш материалдардың құрылыс саласындағы рөлін, олардың энергия үнемдеуіндегі маңызын және заманауи технологиялар арқылы жетілдірілген түрлерін жан-жақты талқылайтын боламыз. Жылу оқшаулағыш материалдар ғимараттардың жылу тиімділігін қамтамасыз ететін негізгі құрылыс материалдарының бірі. Қазіргі таңда энергия үнемдеу мәселесі аса маңызды болып отыр. Жылу оқшаулағыш материалдарды дұрыс таңдау ғимараттың пайдалану шығынын азайтып, тұрғындардың жайлылығын арттырады. Бұл материалдардың басты ерекшелігі жылу өткізгіштігін төмендігі. Кеуектілікке байланысты жылуды нашар өткізеді, энергия үнемдеуді қамтамасыз етеді және тұрғындардың комфортты өмір сүру деңгейін арттырады. Минералды талшықты материалдарға тоқталсақ, минералды мақта базальт немесе металлургиялық қож негізінде дайындалады. Оның жылу өткізгіштігі 0,4-ден 0,5-ге дейінгі аралықта жоғары температураға төзімді және экологиялық таза материал болып саналады. Ал шыны мақта балқытылған шыныдан талшық түрінде алынады. Ол жеңіл әрі арзан, бірақ шаңдағыш болғандықтан монтаж кезінде қорғаныш құралдарын қолдану қажет. Органикалық негіздегі материалдар да кеңінен қолданылады. Ағаш үгіндісі плиталары экологиялық таза, табиғи әрі қауіпсіз, бірақ ылғалға төзімсіз. Пенопласт жеңіл, арзанырақ және жылу оқшаулағыш қасиеті жақсы болғандықтан кеңінен қолданылады. Ал полиуретан көбігі өте төмен жылу өткізгіштікке ие, шамамен 0,2-ден 0,3-ге дейінгі аралықта. Бұл ең тиімді материалдардың бірі болып табылады. Жеңіл минералды материалдар да жылу оқшаулауда маңызды рөл атқарады. Керамзит балшықты 1000-200 градусқа дейін температурада күйдіру арқылы алынады, ал түйіршікті материал ретінде жоғары беріктікпен жылу оқшаулағыш қасиеттері болғандықтан осы қасиетіне байланысты құрылыста қолданылады. Перлит табиғи материалдардан алынатын жеңіл түйіршіктер, өте жеңіл әрі жылу оқшаулағыштық қасиеті жақсы. Вермикулит экологиялық таза минералды материал. Отқа төзімді және ылғалға төзімді қасиеттерімен ерекшеленеді. Заманауи инновациялық материалдар қатарында вакуумдық панельдер бар. Олардың жылу өткізгіштігі өте төмен. Ең жұқа қабатта максималды оқшаулау қамтамасыз етіледі. Ал әлемдегі ең жақсы жылу оқшаулағыш материалдардың бірі, тіпті ғарыштық техникаларда да қолданылады. Жылу оқшаулағыш материалдардың физикалық қасиеттеріне тоқталсақ, олардың тығыздығы 15 кг-нан 14 кг-ға дейін аралықта өзгереді. Жылу өткізгіштігі 0,2-ден 0,1-ге дейін диапазонда. Кейбір материалдарда су сіңіргіштігі жоғары, әсіресе ағаш негізінде, бұл олардың ұзақ мерзімділігіне әсер етеді. Минералды мақта және керамзит жоғарғы аязға төзімділікке ие. Сондықтан қатаң климатта қолдануға өте қолайлы. Механикалық қасиеттеріне келсек, қысымға беріктігі төмен деңгейде, сондықтан көбіне қорғаныс қабаттарымен бірге қолданылады. Минералды мақта маталары иілгіш келеді, кез келген формаға сәйкес келуі олардың монтаждауда ыңғайлы етеді. Ал артықшылықтарына тоқталсақ, жылу шығынын азайтады, энергия үнемдеуді қамтамасыз етеді, қосымша дыбыс оқшаулағыштық қасиет береді және жеңіл монтаждалады. Ал кемшіліктері кейбір материалдардың ылғалға төзімсіздігі, мысалы шыны, мақта мен ағаш негізінде байқалады. Пенопласт сияқты материалдарда отқа төзімділік төмен. Уақыт өте келе кейбір материалдар
қасиетін жоғалтуы мүмкін. Жылу оқшаулағыш материалдардың қолданылу саласы өте кең. Олар сыртқы және ішкі қабырғаларды оқшаулауда, шатыр мен жабындарда, жылу шығынын азайтуда, едендерді суықпен қорғауда қолданылады. Инженерлік құбырларды оқшаулау үшін де пайдаланылады. Сонымен қатар, тоңазытқыш камералар мен қоймаларда да маңызды рөл атқарады. Энергия үнемдеудегі рөлі ерекше. Жылу оқшаулағыш материалдарды дұрыс пайдалану арқылы ғимараттың энергия тиімділігін айтарлықтай арттыруға болады. Бұл экономикалық және экологиялық тұрғыдан маңызды. Қысқы уақытта жылу шығынын 40-60%-ға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Жазғы уақытта ғимаратты салқын ұстап, кондиционер шығынын төмендетеді. Энергетикалық шығындар арзандағандықтан экологиялық әсерде айтарлықтай төмендейді. Жылу оқшаулағыш материалдар заманауи құрылыстың ажырамас бөлігі. Олар энергия үнемдеуде, тұрғын жайлардың жайлылығын арттыруда және ғимараттың ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Дұрыс таңдап қолдану арқылы пайдалану шығындарын азайтуға, тұрғындардың комфортын арттыруға және ғимараттың қызмет ету мерзімін ұзартуға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.